Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше нәзік, дәмді болып шығатын вупи пай тортының рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп подписаться етуді ұмытпаймыз. Ол үшін алдымен ыдысымызға майымызды, қазақстан шоколадымызды алып, кішкентай бөлшектерге бөліп саламыз. Және оны қайнап жатқан су буында ерітеміз. Мендегі бұл пластмасса ыдыс, қазір оны қайнаған суға салатын боламыз. Осылай қайнап жатқан суымызға жаңағы массамызды салып, толық ерігенше күтеміз. Араластырып тұруды ұмытпаймыз. Бұл еріп жатқанша біз жұмыртқамызды салып, үстіне қантымызды салып, әбден көпіргенше миксерлейміз. Шамамен 3-4 минутқа дейін. Содан кейін жаңағы ерген массамызды құйып, оны тез миксерлейміз. Құрғақ ингредиенттер біріктіреміз. Ұнымызға какаоны разрыхлитель салып, жақсылап араластырып, аз-аздан салып миксерлейміз. Осылай құрғақ заттарды бөліп салғандарыңыз дұрыс. Тесталарыңыз өте жақсы көтеріледі. Сол кезде барлық затты илектен өткізіп алыңыздар. Мен алдын ала илектен өткізіп дайындап алғанмын. Бізде тесто дайын. Осындай сұйық тесто шығады. Енді тестамызды орналастырамыз. Мендегі 24 диаметрлі форма. Осыған 3-ке бөліп пісіремін. Қоржынымызды пісіп атқанша кремімізді дайындаймыз. Оған творожный сырымызды, сахарный пудрамызды салып, жақсылап араластырып, масса болғанша араластырып аламыз. Оған сливкімізді құйып, өзінің формасын ұстағанша миксерлейміз. Шамамен 4-5 минутта кетеді. Бізде крем дайын, осылай өз формасын жақсы ұстау керек. Тортымызды жинайтын боламыз. Бірінші қоржынымызды қойып, осылай әдемілеп, асықпай шариктерді шығарамыз. Осылай кремдерді бір келке етіп жағып аламыз. Оның үстіне екінші қоржынымызды қойып, дәл солай шарик шығарып, кремімізді бір келке етіп жағып, дәл осында шариктер шығарамыз. Екінші қоржынымыздың үстіне, одан кейін оның бетіне үшінші қоржынымызды қоямыз. Үшінші қоржынымызды қойдық. Оның бетіне ганашқа шоколад пен сары майды ерітеміз. Ерген массамызды суытпай, бірден құямыз. Бәрін осылай жақсылап жағып шығамыз. Бір келке көп шоколадымыз жағылу керек бетіне. Сосын өздеріңіздің қалауыңызша бетін әрлеулеріңізге болады. Мен осылай клубникамен сәндедім. Сіз өздеріңіздің қалауыңызша қалай оформить еткілеріңіз келеді, солай оформить етсеңіздер болады. Өте дәмді, әдемі вупи пай тортымыз дайын. Осы рецептпен дайындап көріңіздер. Каналға подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаймыз. Сау болыңыздар.